Кайырлы күн. Бүгін біз 1С интерфейсін өзгерту жолдарын қарастырамыз. Бұл жолмен 1С программасының кішкентай немесе үлкен экранға ыңғайлы болатындай келістіріп алуға болады. Ол үшін настройка панелей дегенді ашамыз. Мысалға, экранымыз үлкен дейік, оған көп терезелерді сыйғызуға болады, және оларды таңдауға болады. Таңдаулылар тақтасы, тарих тақтасы, ағымдағы бөлім тақтасы. Окей түймесін басқанда нәтижесін көре аламыз. Ал керісінше, экранымыз кішкентай болса, артық тақталарды алып тастауға болады. Тараулар тақтасын жоғары жаққа қоюға болады. Осындай жолмен біздің жұмыс орнымызды барынша ыңғайлы болатындай жасауға болады.